жорықшыға, жолаушыға бата беріп, баты иелерінің ізгі игі сәтті болуына тілектестік білдіретін ортақ ой. Бұл батаны үлкен адамдар жасайды. Бұл батаны қара сөзбен де жасайды, тақпақпен де жасайды, желлес өлің тіркестермен жасап, ойдан шығарып жатша айтады. Бұл біздің ауыз әдебиеттеріміздің маңызды бір түрі. Біз енма бертінде жасап жүрміз, мен жасап жүргенде, мен өзіме салып көргенде бұны екі бағытта жасаймыз. Бір бағыты, бұл бір үйдің батасын жасасақ, өтіп кеткен тұлғаларды еске түсіріп, өткен кеткен, мысалы қарасаң, батырларды, балуандарды, ақындарды, жыршыларды, жырауларды, сол кездегі шешен шежірелерді еске түсіріп, кейінгі жастардың шабыттандыратын осылай бір қимылға кірістіріп отырып жасаймыз. Ең бір батаны, мына ортаға қатысты, берекелі ынтымақпенен жасап жатқан қоғамға, онан кейін ел ішінде кенерет жағдайларға, түрлі түсті оқсамаған кейбір пиғылдарға, осыған кейбіреуіне сын айтқан ұқсатып, кейбіреуін тәрбиелеп бер жетілген ұқсатып, осылай жасаймыз. Соныменен өстіп жүріп, осы батын жасай жүріп, осының пәйзаттық мұра мәдениетін алып отырмыз. Сонда менің бата жайлы түсінігім осы иншалла. Енді әдетте батаны әйел адамдар бата жасай ма? Жасайды, әйел қарттар да жасай береді батан. Әсіресе әйел адамдар жолдасы қайтыс болып кеткен, осы сияқты адамдар көп жасайды. Жолдасы бар адамдар жасамайды екен, біздің қазақ жосында тайсап, менің ерім бар, қожайыным бар деп жасамайды екен ғой. Жарайды, енді өзіңіз әдетте той томалақтарда халықтың үлкен иесі болып бата жасап жүретініңізді естідік. Мәселен бір сүндет той болса, оған қалай бата жасайсыз? Өзіңіздің батаңызды да естісек. Әуелі жарылқасын, жалғасын, аман болсын, малбасын, ұядан ұшқан балапан, қанатың сынып талмасын, ұлағатты ұл болып ұлтқамыра жалғасын, бақытты бол, ақмаңдай, лап ете түссін, өнерің майғұйып ошақ жаққандай, дүниені бір желпі самырық қанат қаққандай, ой өрісің кен болсын, бір тайпел сейіп жатқандай, деп өстіп жасай береміз ғой енді бұлайша. Рахмет аға. Ал асқа бата болса қалай бересіз? Өзіңізден жақсы баталарды естігіміз келіп отыр. Өйткені мұндай сіз сияқты суырып салма бата жасай жөнелетін ағаларымыз, аталарымыз аз қазіргі күнде. Амин десең, мінекей, келген малдың басына береке тисін, асыңа тілеулес болған халықтың кәрісі мен жасына. Аман болсын, аймағың бұзылмасын, қаймағың қайырлы ғұмыр жас берсін, таусылмайтын ас берсін, бақыт келсін, тосадан мықты болсын. Өз жасай береміз, көп аяғы. Уақытың жетпейді. Онда мына отырған көпке бір бата беріңізші ал енді аға. Ортаға қатысты бір бата беріңіз. Ойбай, сол Омейін десең, мінекей, құтты болсын мерекең, көп тілегі көл болсын, бұзылмасын берекең, еселеп артсын табысың, жүлделі болсын шабысың, отанды қорғау азамат бөрік киген намысың. Бақыт кірсін, тосадан мықты болсын босаған, түзігі үшін түтінің ден сау болсын басаман. Ұлың туып, қарт болсын, құлын туып, ат болсын, құт құйылып бойыңа, таусылмайтын бақ қонсын. Ырысың төгілмесін, арқауың сөгілмесін, берекең ірімесін, өзегің шірімесін, заманың тынышты болсын, азаматтарың тынышты болсын. Тұтқиыл соққан құйыннан сақта, бөлшектеген үйімнан сақта, ес ақылдан айырым адасып қалған миықтан сақта, қозданып алған өрттен сақта, жазылмайтын дерттен сақта, отанын сатқан сараңнан сақта, денесін сатқан арамнан сақта. Бақытты дами берсін астанаң, ғимарат болсын баспанаң, отаншыл болып ержетсін бүгінгі туған жас балаң. Шалқи берсін дәулетің, шижінпін көсен бастаған, ұрпақ өсіп ержетіп үйісінен үйтушін, әнші биші көбейіп домбыратан күйтушін, ел бастайтын дәнішмен әділ бейтушін, тентек болса тектесін, сотқар болса соттасын, шалқи берсін дәулетің, аман болсын отбасың. Есірткі тартқан есірік, жының бүркіп кетпесін, періштен шошып бойыңнан денең үркіп кетпесін. 1 миллион халықтың мерекесі кетпесін, осы елген ырыздық қоласы кетпесін. Алла өкпір дейміз. Рахмет. Көп рахмет аға. Илайым ортамызда өзіңіз сияқты айтқан жерден суырып салып, таңдай тақылдап тұратын әкелік, ағалық, аталық қасиеті бар қарттарымыздың қатары сиремесін дейміз. Енді біздің халқымыз баталы, ұл армас, батасыз құл жармас деп бата сөзінің орнын өте жоғары бағалаған. Илайым өзіңіз сияқты көз қарақты ағаларымыздың таңдайынан тақпақша төгілген тамаша баталары кейінгі ұл қыздарының құлағында жүрсін деген ізгі тілекпенен жолаушының бүгінгі белімін аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.